Қалайсыз көке? Қалай, Таша? Жағдай қалай? Ауылдағы бір атаның қалаға келгенде. Сонда мынаны кәдімгі сатып аласыңдар ма? Иә? Мынау хлор кәдімгі. Иә, хлор. Қалаң болмайтын. Ауылдағы кәдімгі құдықтың тастай суына жетпейді да, иә? Мынау экспо бар ғой? Соған біздің қатын салды ғой? Қумаңшы қайтып қалды ғой? Мұғалім ғой біздің қатын. Ақшаның бәрі соған кетті. Ана үйдің крышасын жаққан жоқ біз әлі. Мұғалімнің бәрі осыған ақшаны тасиды. Көрген сайын көтім ашиды. Сәбит классасының звондаған жоқ қой? Не аласыз оны? Ана бірдеңемді алып өтемін деп еді. Звондаш, шөлде бөліп баратыр қой. Су бар ғой үйде? Пашөле, кішкентай бала деп мен су ішеді. Кеше естідің ба? Нені? Төбеде біреуді ойбайлатты ғой. Ой, көке, стройк шыр? Стройканы пақ, майгат деп істей ме? Көке, жүрсеңші қыздармен таныстырайын. Құрай бар, жынды ба? Жасым 40-қа келіп ұят қой. Мейлі, жарайды онда. Қай жылғы қыздар? Келе ме былай? Сау бол. Рахмет бап. Асықпай шегіп ал соңғы тепең. Сенің официант роднойың. Коктейліңіз? Не мынау жарты? Анаға европейский подача дейді ғой бұны. Жарты болып келе ма? Иә, мынау да европейский подача ма? Жоқ, бұны официант бала екеуміз әмешіп жеп алдық кішкене. Етсіз тамақтарда не бар сіздерде? Бізде етсіз сүт пен шай ғана бар. Онда сүт пен шайыңда келсек? Иә, Мынаның ішінде ет жүр ғой, қуасың ба? айттым ғой бәрі етпен дедім ғой. Шөт әкеш бар одан. Шөт етпен етсіз. Жаным. Күні айналдым. Мен де сені жақсы көрем, өте қатты. Кет жоқ. Ілжі беретін бірден аны ма? Ілжі жіберетін ба? Бар ғой, братан? Әкесі бар. Братан, ілжі жіберетін. Қуасың ба, андай бір спиртной бірдеңе. Жыныс ба? Әлкаусар ғой, ондай нәрсе сатылмайды. Бүгін бізде акция отыр да, мынаны бір лақтырып тұрғызсаңыз шөт төлемейсіз. Қойш? Если тұрмай қалса, 2 есе төлейсіз, бірақ. Болды ма? Ойнап айтам ана баклажка ғой, қақтың өзім шығарып алғанмын. Айжан шөт алып келші. Ауылдан бір атаның келгенде. Біреу күтіп алам демейсіңдер, ой тұрма. Ассалаумалейкум. Бұл емес қой. Кім баласың сен? Талғаттың. Тем более. Так, мынау ауылдан алып келген етім. Келгенше тақтай болды көтім деп қоясың. Қазанға сал. Қарын ашты ғой, бір пиязды урып жеп алайық та. Қалаларың ыстық қой бірәчке, сәл бір мұздай. Мұздай кола бар, если чо. Жоқ. Соның бір сарысы болса жаңа көпірігін тегізіп қойып. Қазір екінің бірінде бизнес. Тиктокта боқтайтын қыздар пейлі жаман ба соларын білмеймін. Ағаларында намыс жоқ па. Аяқта бір бай біреу тұрады ау, байлардың әр қалаларда бір қатыны бар ғой. Қиын еді байқаса. Қатын шыққан. Ондағы бір атандар Турцияда. Аяқтың жаңбырларын өзі андай бүлерім деп жауама бір бәле. Сол айтам. Бүлерім қылма сақал араласып жауама андай. Братан, ана Дениз Мелих дейтіндер ана көшеде тұрады дейді ғой. Қойш? Бар, Дениздің соңғы серияларын көріп қайтақ та жуай. Бірәчке бір ыстық шай алып алып. Кейін артына барып, жақсы адамдарым деген музыканы тыңдап отыратын мұқтыр. Қалай, братан, Полат Әлемдарға ұқсап тұрмын ба? Пальтоң ұқсайды, бірақ түрің құшшы болып тұрған Юсуфтаға кеттеріп басшы. Қош, братан. Бірәчке ойлап қоямын да, құрт жүре бермей донер ашып алу керек еді дейтін тема осы жақтан шыққан сияқты. Нәқтің бәрі донер ғой. Kendin ol yeter, sen beni bulunca aşkımızı arama. Алията рождается слепым, и мать прячет. Кім? Алло? Ақыр
кухняга бардым го, коланы аласыз. Біліп тұрып сұрақ қоятын роднойың. Родной жүріп жатсың ба? Жоқ, бля, жүргем ғой, тоқтай алмай қалдым. Родной мусор тастайын деп жатсың ба? Жоқ, новойдан продукт алғам ғой, ұнамай қалды өзіме. Родной лампы ма? Жоқ, класстасың ғой, Айбек. Сөйлесе, сен лампа екен деп ойлап тұрған. Мен гүлді солып қалмасын деп сақ қойдың ба? Жоқ, бля, қаш кетпесін деп бәрін бір жерге жинап қойған ғой. Жатайын деп жатсың ба? Жоқ, бля, басын жастыққа тегізіп көріп отыр машин. Сенің нең ба? Жоқ, Аюдың апаны ғой, қазір Аю келмей тұрып кіріп алады. Банан жейін деп жатсың ба? Жоқ, просто қарап отырғым келіп тұр да, қалай жасалады, бұл қалай өседі бүйтіп. Киімдерін жуайын деп жатсың ба? Жоқ, мен су қылып кигенді ұнатамын да жаңа. Аю ма? Жоқ, кесіртке ғой жаңа. Ей, аға, үйтіп істеме. Аға қорқып қалады ғой.